Сәлем құрметті көрермендер. Осы оқиғаны көруге бірнеше минут уақытыңызды аямаңыз. Қажетті қорытынды жасасаңыз, лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Өлген әйелдердің мәйітін жуатын адам уақиғаны былайша баяндады. Мен әйелдердің жуушысымын. Мамандығым арқылы неше түрлі жәйттердің куәсі болдым. Енді айтатын болсам, оқиға 18 жасар қыздың басынан өтті. 18 жастағы бойжеткен жол апатынан көз жұмды. Мәйітті жууға жуушы шақырылды. Бірақ қызды жуудан бас тартты. Ол мені шақырды. Мен үшінші жуушы болдым. Мен мәйітті көрдім де, мен де бас тарттым. Қыздың анасы жылап жіберді. Жаным апам, жоқ демеңізші. Оның жаназасында жұрт жиналып қалды. Әпке, жоқ демеңізші, дегенінен көзім жасқа толып, әрең келістім. Бірақ мен неден бастауды білмедім. Қыздың денесінде жол көлігі оқиғасынан алған жарақаттар бар. Бірақ бұл мәселе емес еді. Қасында татуировка, кірпіктері де жасанды, ерні ботекс, тырнақтарын жасанды тырнақпен өстірген. Бісміллах деп жуа бастадым. Мен бетін жуа бастадым. Кірпіктерін ақырын жудым. Бірақ кетпеді. Ақырында тарта бастадым. Олармен бірге өзінің кірпігі де шыға бастады. Қастың кезегі болды. Енді бұл татуировкалардан құтылудың амалы жоқ. Мен оларды ыдыс жуатын кішкене сыммен сүртуге мәжбүр болдым. Қыздың қабағынан қан шыға бастады. Амалдап кетірдім. Одан кейін еріндерге келді. Мен ботекс гельдерін сығып көрдім. Инені тығып, тестім, қыстым. Қаншама тырыссам да жасай алмадым. Солай қалды. Одан кейін жасанды тырнақтарға келді. Мен оларды жылы сумен ерітуге тырыстым. Бірақ бұл мүмкін болмады. Мен оның саусақтарын қайнаған суға салып қойдым. Қан енді осы жасанды тырнақтар жойылып кетсе. Соңғы нұсқа тырнақтарды таңдағышпен жұлып алу. Бұл тырнақтарды алмаса болмайды. Олар болса, ғұсыл да, дәрет те есепке алынбайды. Мен саусақтардағы жасанды тырнақтарды ілмекпен ақырын тарта бастадым. Бұзған сайын мәйіттің ыңылдаған даусы естіле бастады. Қолым дірілдей бастады. Ыңылдаған дауыс шығатын еді. Мен оны бір амалдап жұлдым. Алла берген түрге шүкіршілік ету керек. Жалған түрге сенбеңіз. Алланың тозақтары, оттары шынайы.